Баршаңызға сәлем. Қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода біз бүгін Л дыбысын қоюды үйренетін боламыз. Негізінде Л дыбысы балаларда 4-4,5 жасында өздігінен шығуы керек. Немесе кейбір балаларда 5 жасында шығуы мүмкін. Егер балада тіл асты желбезегі қысқа болмаса және тілінің тонусы қалыпты жағдайда болса, бұл дыбыс Л дыбысы өздігінен шығуы керек. Егер балада екеуінің біреуінде бұзылыс болатын болса, сіздің логопедтің көмегіне жүгінуіңіз керек. Балаға Л дыбысын айтуды үйретпес бұрын, келесі артикуляциялық жаттығуларды жасауымыз керек. Бірінші жаттығуымыз ине жаттығуы деп аталады. Ал қазір Л дыбысын дұрыс айтуды үйренетін боламыз. Л дыбысын айтқан кезде жіңішке тілдің ұшы жоғарғы тістерге және қызыл иекке тіреліп, тіліміздің бүйірінен жылы ауаның шыққанын байқаймыз. Л. Осылайша Л дыбысын дұрыс айтып үйренеміз. Л дыбысын айтқан кезде біздің тіліміздің ұшы жоғарғы тістерге көтеріліп, тіліміздің бүйірінен жылы ауаның ағыны шығу керек. Қане өзімізді тексеріп көрейікші. Л. Егер бала сонда да тілін жоғары көтере алмаса, онда біз ухочистканың көмегімен балаға тілін жоғары көтеруге көмектесуімізге болады. Балаға а деп айтуын сұраймыз. Балаға Л дыбысын анық айтып үйреткеннен кейін, оны буында машықтандырамыз. Ло, лу, ли, ал, ол, ул, ил. Ал енді Л дыбысын қысқа сөздерде айтып көрейік. Лық, лама, лала, балла, балық, алты. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Менің келесі видеоларымды жіберіп болмас үшін қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Сіздермен бірге болған Баян Әділханқызы.